Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Кел, балалар, оқылық». Тема урока «Давайте, ребята, учимся». Жаңа сөздер. Новые слова. Шырақ, шырақ, свет, свеча, ықылас, ықылас, внимание, желание. Оқушылар, жаңа сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Балалар, суретте Ыбырай Алтынсариннің ескерткіші бейнеленген. Мұқият қарап аламыз. Яғни ескерткіште Ыбырай Алтынсариннің өзі және кішкентай бала бейнеленген. Бұл ескерткіш Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай ауылында орналасқан. Ребят, это памятник Ыбырай Алтынсарина, село Торғай, Жангелдинского района, Костанайской области. Тыңдалым, оқушылар, мұқият мені тыңдаймыз. Внимательно слушаем. Тұңғыш мектеп ашқан ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің музейі киіз үй тәріздес 2 қабатты ғимарат. Музей великого учителя Ыбырая Алтынсарина, открывшего первую школу, представляет собой двухэтажное здание, напоминающее юрту. Музейде Ыбырай Алтынсарин ашқан мектептің көшірмесі қойылған. Музее хранится копия школы, открытой Ыбырай Алтынсарина. Музейде Ыбырай Алтынсариннің кітаптары, жеке заттары, фотосуреттер жинақталған. В музее хранятся книги, личные вещи и фотографии Ыбырая Алтынсарина. Музейдегі ең құнды заттардың бірі Ыбырай Алтынсариннің отбасы қолданған төсек қап. Одним из самых ценных экспонатов в музее является кровать семьи Ыбырая Алтынсарина. Музейдегі шашу әдебиет қонақ бөлмесінде ақындармен кездесулер ұйымдастырылады. Встреча поэтому будет организованы литературной гостиной Шашу музея. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Второе задание. Вместо многоточек пишем нужное окончание. Оқушылар, бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Это задание, ребят, пишем в тетрадь. Үшінші тапсырма. Өлеңді мәнерлі оқы. Давайте, ребята, читаем стихотворение выразительно. Кел, балалар, оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар. Оқушылар, тағы бір рет оқып көрейік. Кел, балалар, оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар. Яғни, оқушылар, сіздер сабақты жақсы оқысаңдар, сізде барлығы жақсы болады. Ребята, если будете хорошо учиться, у вас будет все хорошо. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Вместо многоточек пишем нужные окончания. Нужное окончание мен, лар, ның, те. Оқушылар, сіздерге 4 сөйлем берілген. Сол 4 сөйлемге тиісті қосымшаларды қойып, дәптерге жазамыз. Например, мысалы, кел, балалар, оқылық. Здесь нужное окончание лар. Тиісті қосымша лар. Дәл осылай қалған сөйлемдерді тиісті қосымшаларды қойып, дәптерге орындаймыз. Ребята, это задание пишем в тетрадь. Бүгінгі сабақты түсінді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.